4-ші бөлім жануарлар әлемі мен өсімдіктер дүниесі. Тыңдалым мәтінінің тақырыбы Қазақстанда қорғауға алынған жануарлар мен өсімдіктер. Қазақстанда сирек кездесетін және жойылу қаупі бар жануарлар мен өсімдіктер қызыл кітапқа енгізіліп, мемлекеттік қорғауға алынған. Елімізде жануарлар әлемі бай болғанмен, кейбір түрі сирек кездеседі, немесе жойылу алдында тұр. Мысалы, қар барысы, таулы аймақтарды мекендейтін өте сирек кездесетін жыртқыш. Арқарлардың да саны азайып бара жатыр. Іле балқаш аймағын мекендейтін құландардың да саны аз. Құстарға келсек, қызылқаз сулы батпақты жерлерде кездеседі, саны азайған. Қазақстан символының бірі дала қыраны да елімізде сирек кездеседі. Көшпенділер дәстүрінде ерекше орны бар бүркіт те аз құстар қатарында. Ал дала тасбақасы Қазақстанның шөлді аймақтарында ғана кездеседі. Арал бекіресі тек Арал теңізі бассейнінде болса, Шортан Каспий теңізінде оның өзінде сирек кездеседі. Қазақстан қызғалдақтардың отаны, сондықтан елімізде қызғалдақтар қорғауға алынған. Семейдің Қарағайлы орманы да азайып бара жатыр. Елімізде өсетін сирек өсімдіктер қатарына шөлді аймақтарда өсетін дәрілік көкнәр өсімдігі және алғашқы көктемде гүлдейтін бәйшешек өсімдігі жатады. Қазақстанда көптеген жануар мен өсімдіктер арнайы қорықтарда және ұлттық парктерде қорғауға алынған. Мысалы, Алтын Емел ұлттық паркі, Қорғалжын табиғи қорығы. Қазақстанның қызыл кітабына 400-ден аса өсімдік пен жануар түрі енгізілген. Сирек жануарлар мен өсімдіктерді қорғау еліміз үшін өте маңызды. Бұлардың жойылып кетпеуі үшін экологиялық білім беру, заңдарды күшейту сияқты шаралар қажет. Тапсырма: елімізде қандай өсімдіктер мен жануарлар азайып бара жатыр? Оларды қалай қорғауға болады? Жойылу қаупі бар өсімдіктер мен жануарлар туралы қандай кітап бар?